баршаңызға ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге өте керемет тойымды тіске басар тағамның рецептімен бөліспекшімін. Сондықтан видеоны барынша қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіз деймін. Қазір мына жаққа мен жылы сумен жылы сүтімді құйдым. Қазір енді осы массаға тұзымды салдым. Жасылап ерітіп аламыз. Аздап осылай бір қант саламыз. Біркелкі масса болғанша араластырамыз. Енді тұзымыз бен қантымызды ертіп алдық. Мен осындай ашытқы қолданамын. Ашытқымызда бір шай қасық салып жақсылап араластырамыз. Негізі біз менің балалары сыр қосылған тағамды өте қатты жақсы көреді. Мен осы тағамды үйде жиі жасаймын. Осындай сенбі күні балалар үйде болған кезінде осы тағамды жиі жасаймын. Түскі асқа өте күшті тойымды әрі дәмді. Міне осылай салып алдық ашытқымызды, жақсылап араластырып алдық. Енді үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Енді міне жұмыртқамызды салып алдық. Оны да араластырып аламыз. Үстінен електен өткізілген ұнымызды саламыз. Енді бұл жерде ұн менде 350 грамм. Қазір жетпесе, аздап сұйықтау болса, тағы да салатын боламын. Қазір осыны елеп көреміз. Тұрсаңыздар, әлі де сұйықтау, әлі қамырымыз біріккен жоқ. Үстен тағы да аздап ұн саламыз. Ондай өте қатты болып үйленбесін, барынша бір қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр етіп илеуге тырысыңыздар. Енді мен ұнды бұл жерде шамалап 400 деп едім, онымен болмай жатып көріп тұрсыздар. Тағы да үстіне ұн салып илеп жатырмын. Енді міне мен мына жерде сұйық май бар. Қазір осы сұйық майды азысын салып отыр. Тағы да қамырымыздың илеуін қандырып илеп, қолымызға жабыспайтындай жұмсақ қамыр етіп илеп аламыз. Сосын илеп болғансын бір көтерілгенше демалдыруға жібереміз. Негізі мен бүкіл қоспаларды көз мөлшерімен саламын. Мысалы, бірақ мен төмендегі описаниеге жазып қалдырамын, қанша қосу керек екендігін барлығын. Сол жерден көріп қарай аласыздар. Қамырымыз болып қалды біздердің. Міне қамырымыз дайын, илеп алдық. Міне қыздар, осындай дәрежеде жұмсақ болу керек қамырларыңыз. Енді осы қамырымыз көтерілгенше бетін жылы жерге қойып қоямыз. Енді біздерге осындай сыр қажет болады. Сырды енді мен магазинде аты затын білмейді екен, магазинде тұрады осылай өлшеулі болып. Сол жерінен ғана алып жасата беремін, бірақ өте жақсы. Енді кәдімгідей пиццаға да жарай береді, кәдімгідей созылып дегенде әдемі шығады. Атын білмейді екен. Көбінесе сырлардың атымен тұрады. Сулугуни дейді, әйтеуір моцарелла дейді. Білмеймін, бұл аса қымбат емес шығар. Сондықтан сіздерде осындай сыр қолдансаңыздар болады. Магазиндегі деп отырғаным ғой. Енді осындай теркамыздың көмегімен өткізіп аламыз. Енді менде екі теста шығады. Соған қарап осындай өткізіп қоямын. Енді кешкісін әкемізге алып қоямыз. Қазір әбетке балдарға жеуге деп осылай дайындап қоямын мен. Өте күшті тағамдардың бірі, негізі тойымды әрі. Осылай теркамыздан өткізіп алдық. Қамырымыз біздердің көтеріліп қалды уже, қазір дайын болып қалды. Мане. Сырым. Қыздар, сырымыз дайын, теркадан өткізіп алдық. Енді біздердің қамырымызды осылай көтерілікті. Тыныш. Өте андап ашытып жіберудің қажет жоқ, себебі ашқылтым дәм шығып кетеді. Осындай шамалы көтерілсе болды. Осылай қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз. Қандай бір жұмсақ қам болған прям.
Осында қамырымыз менде 600 пәше 700 граммдай шықты. Осында 350 граммнан бөліп алдым. Сын жасмен. Дүйін пока сала тұрамыз. Екіншісімен қазір жұмыс жасаймыз. Көп емес, астына осына аздап қана ұн себеміз. Пешімізді міндетті түрде қыздырып қоямыз. 200 градуста 25-30 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Осы жайылған қамырымыздың арасына қазір сырымызды саламыз. Жайықтап ортасына салыңыздар. Сырымызды салып алдық. Мында осылай. Сырдың арасына сіздер андай піскен картопты да салсаңыздар болады, жез пюре етіп. Оның да бір күн рецебін көрсетемін иншалла. Қамырымыздың барлығын біріктіріп аламыз, ашылып кетпес үшін. Енді тағы да осыны демалдыруға жібереміз. Міне қыздар, қамырымызды осылай жұқартып алдық. Енді тағы да демалдыруға жібереміз. Бір 10 минуттай осына екінші қамырымызды жайып алғанша. Екі қамырымызды жайып дайындап алдық. Енді пешіміз қызам дегенше осылай қамырымызды аздап демалдырып қоямыз. Міне пергамент қағазын кесеп қойып қойдық қамырымызды дайындап. Бірінші қамырым енді үстіне жұмыртқамыздың сарысын, мына жақта мендегі жұмыртқаның сарысы мен аздап сүт бар. Негізі менің сүтім көптеу құйылып кетті. Сіздер шамалап құйсаңыздар болады. Беті әдемі болып жалтырап қызарып пісетін болады сол кезде. Мен пешімді алдын ала қыздырып қойдым. Осы кезде менің пешім 200 градуста тұр. Мен осылай жағып аламыз жұмыртқамыздың сарысын. Енді қазір үстіне аздап тағы да аздап сырды тоғыдан өткіздім. Енді қызып тұрған пешімізді 200 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Тағамыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді, әлі керемет болып шықты. Қамыры деген прям жоп-жұмсақ, ауызда ериді. Қазір осыны апарам, балаларым бір отырғанда тауысып қояды. Мен бұл тағамды сенбі жексенбі күндері жиі жасаймын, себебі балаларыма өте қатты ұнайды сырлы тағамдар, сыр қосылған тағамдар. Сондықтан сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болады. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар. Парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.